қонағымызды қарсы алайық, психолог мырза, Еркебұла мырза. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Қалай ойлайсыз? Жаңадан бері біз қателік жіберіп жатқан сияқтымыз. Енді қыздар мінеке. Біз әлсізбіз. Бізге көмек керек болып жатыр. Қайырлы таң, Ания ханым, Диана ханым, армысыздар Алматы телеарнасының көрермендері. Осындай Рамазан айында осындай ерекше бір бағдарламаға келгенге қуаныштымын. Жақсы, рахмет. Енді қандай көмектесеңіздер, бұл жерде енді ондай ханым қызында да болады деп. Демек, келіңіздер, мен бұл жерде енді мүмкін біз әдейі жасап тұрған шығармыз бұны, сізден көмек сұрау үшін. болады, сондықтан келіңіздер, мен бір өзімнің көмегімді сіздерге айтады ғой, жаңа араласқан кезде, жалпы әйел көбінесе араласа бермейміз, бірақ бұндай кезде сіздерге мысалы мүмкін бізден жерде басқа шешім, еркек тарапынан бір шешім керек болып тұр. Бірақ егер де бүгінгі смузиіміз дайындалмай қалса, қаспен алып жей беретін шығармыз. Әрине, сіздердің қолдарыңыздан соны ішіп, дәмді екен деп. Ең бастысы ниет. Сіздердің осындай бір сіздердің қолдарыңыздан осындай сусынды ішкен де, ішпеген де арманда. Ал бір араластырып көрейік. Иә, әрине, араластырып көрейік. Мен мына тақтамызды дайындап жіберейін. Енді барлығы тұрып, мына ішінде шырының бәрі шығып жатыр. Экранның ар жағында отырған көрермендерім, мына екі қыз не істеді деген. Жоқ, мен ойымша енді негізгі ниет қой. Не істейміз енді, бұны салат қылып жейміз ба? Ания, қалай ойлайсың? Салат емес, мына сусынын ішсем мен... Керемет, бізде қыздар, Жасұлан мырза, бізде 5 минут кішкене уақыт болады, сәл-сәл ғана. Сондықтан, құрметті көрермен, бізден алыстамаңыздар. Тақырып өте қызық, ер азаматтар мен әйелдердің арасында достық бар ма деген тақырыпты негізінен тікелей сұрақтарды осы Жасұлан мырзаға қоятын боламыз. Жасұлан мырза бізде психолог, отбасы психологы, сондықтан бізді мазалап жүрген бүкіл сұрақтарымызға жауап береді деген үміттеміз. Қыз бен жігіттің арасындағы шекара бұзылмау керек. Сол кезде достық мәңгі болады дейді. Экраннан алыстамаңыздар. Армысыздар, бармысыздар, қадірменді көрермен, өздеріңіз байқағандай, біздің студияда Жасұлан Сейітқалиев мырза, психолог, отбасы психологы, Диана екеумізге көмектесіп, біздің смузиімізді аяғына дейін жасап беруге тырысты. Ания екеуміз смузиімізді қызанақ, қияр, кинза шөбін салдық, одан кейін тағы да не қостық біз, жуать қостық. Мінеке осындай сумен араластырып жіберу керек. Жемістерден жасалған. Пияз қосылды. Мен бірақ пиязды көп қосқан жоқпын, егер байқасаңыздар, 4-тен 1 бөлігін қостым. Кереметте жемістерден жасалған шырын. Дәруменге мол, қазір жаз мезгілі, сол себепті энергияға толы жүру керек. Дәмді ме екен? Керемет екен, керемет. Шынымен бір ерекше. Рахмет. Керемет. Жасұлан мырза, сізге үлкен рахмет. Студиямызға келе салып бізге көмек көрсеттіңіз. Расымен де осы ер азаматтар болмаса біз не істейді екенбіз, Диана, қарашы. Осы кісілерден бүгінгі бағдарламадан кейін дос болып қалайық. Әрдайым көмек іздеп тұрамыз ғой. Иә, бір-бірін толықтыру керек қой. Жасұлан мырза, тақырып өте қызық. Елдер мен ер азаматтардың арасында достық болу мүмкін бе, әлде мүмкін емес пе деген тақырыпты қозғап отырмыз. Сұрақтарымыз сізге өте көп. Ал бастайық. Қалай ойлайсыз? Қыз бен жігіттің арасында достық бар ма? Сіздің айтуыңызша достық жынысқа қарамайды, ең бастысы белгілі бір шекарадан асып кетпеу керек дейсіз. Ол қандай шекара? Иә, өте қызықты, әрі жиі талқыланатын өзекті тақырыптардың бірі. Бұл жерде үлкен психологиялық форумдар, кездесулерде болады. Сондықтан бұл жерде, әрине достық болуына мүмкін. Бірақ егерде олардың қарым-қатынастары шынайы, адал, енді арам ойсыз дейміз ғой. Сонда бір белгілі бір саналы түрде жақсы бір қарым-қатынастар болса. Бірақ біз бұл достық кезең болғандықтан, алғашқы кезеңдерден болғандықтан, біз бұның барлығы тез ұлғайып кетуін біз естен шығармауымыз керек. Өйткені психологиялық тұрғыдан қарағанда адамның өзіне байқамай, достық сезімі ғашықтық, махаббатқа ұласып кететін. Адам өзі байқалады. Ол бір кезеңдердің бірі деп. Егер де енді мына жерде әртүрлі пікірлер бар,
Оскар Уайлдтың жаңағыдай ирланд жазушы ақын бұл жерде айту бойынша достық болмайды дейді, еркек пен әйелдің арасында. Бұл жерде құштарлық, дұшпандық, махаббат болуына мүмкін дейді. Әртүрлі енді пікірлер бар, бірақ оның да қай жерлерде болмауына мүмкін деген бір тағы да өздерінің бір түрлері болады. Ол қай кезде, мысалы, Чарльздың Колтонның айтылып кеткені, бұл егерде достық жиі махаббатпен бітіп жатады, аяқталып жатады, ал махаббат достықпен аяқталуы екі талай дейді. Сондықтан бұл жерде немесе ерлі зайыптылардың арасында, мысалы, бұрын дос болып жүрген адамға барып кездесіп жүрсе, онда енді достықтың ол бір шегі де болады деген сияқты бір. Көрдіңіздер ғой, құрметті көрермен Диана, менің пікірімді психолог мырза өзі ғылыми түрде нақты дәлелдеп айтып жатыр. Жалпы менің бөлімше көптеген салада, көптеген қатынастарда, ара қатынастың арасында кезеңдерді нақты ғылыми атаулары да болады. Оны қарапайым адамдар білмей жатады, оны тек сонымен айналысатын, зерттейтін ғалымдар жақсы біледі. Ал енді осы достық қанша кезеңнен бөлінеді өзі жалпы ер азамат пен әйел арасында? Жалпы енді қараңыздар, біріншіден мынандай достықтар болады. Қыз бен жігіттің арасында басында бір-біріне біреу ұнатуына мүмкін, бірақ белгілі бір себептермен айтпауына мүмкін. Бірақ үміт артып, күтіп жүруіне мүмкін. Яғни бетін қайтарып жібереді деп қорқады ғой, беті қайтарып жіберуіне мүмкін, өзінің ішкі бір өзінің сенімсіздігі болуына мүмкін, неше әртүрлі бір өздерінің ішкі бір пікірлер болады. Екінші кезеңі бұл енді бір-бірін ұнатады. Алайда енді айтады ғой, ортақ мақсаттар бар, құндылықтар бар, бір мүдделі болғандықтан, олар достық сезімін айырылып қалудан қауіптенеді де, бір-біріне айтпайды. Яғни бірге жұмыс істейтін адамдар бар, бірге билейтін адамдар бар, бірге де бар, бірақ олар енді айтамыз ғой, еркек адам саналы түрде егерде жұмысында болса, оның санасы қосылған. Ал егерде сырттан, мекемеден тыс болса, әрине ол жерде енді сезімді қосылып кетуіне мүмкін. Сондықтан бұған да мысалы абай болуына мүмкін. Одан кейін бұндай кезеңдерде, бұл достықтың бұндай кезеңінде көбінесе ортақ болғандықтан олар бір-біріне жаңа айтылып жатыр ғой, бір отбасы құруына да мүмкін. Өйткені неге бір-бірлерінің қасына жайлы сезінеді. Одан кейін бір-бірлерінің ортақ жаңағыдай мақсаттары, армандары, бір ортақ көзқарастары болғандықтан бір-бірін қолдап, өмірге деген бір жалпы отбасыны құрған кезде де осы қағидаларды ескеріп құрсақ болады деген бір пікір бар. Енді қыз дос болған кезде кейде ұрсып жатады, күндестік бар, бәсекелестік бар. Ал қыз бен ұл бала дос болған кезде ондай кезеңдер болмайды, одан өтпейді. Өйткені неге бұл жерде енді қараңыздар, бұл жерде біздің табиғи ерекшеліктерімізді ескеруіміз керек. Еркек егерде тұрып достықты ұғымының өзін әртүрлі қабылдайды. Мысалы, достыққа еркек адамға не сенімділік, бір сөзінде тұру, көп достар болса, ал бір сыртқы, бір жәрдемдесу деген сияқты, бір қымбат нәрсесін бір өзі сыйлыққа тартып жіберуіне мүмкін деген. Ал жаңа өзіңіз айтып өткендей, әйел адамдарға ерекшеліктері бір ішкі бәсекелестік деп жатамыз, немесе жаңа айтамыз ғой, әйел тұрғысынан бір 9 есе эмоционалды болып келеді еркектерден гөрі, бір жаңа айтамыз, одан кейін ақыл мен сезім мазасыз болып тұрады. Сондықтан бірде былай, Алматының ауа райы сияқты құбылмалы болуында сол. Енді бұл жерде мен сіздерге айтатын, ол кісілер ішкі рухани байлыққа көп назар аударады. Көп назар аударады, сондықтан бұл кісілерге бір жиі, бір тыңдаса деген сияқты бір ішкі сырын ашып, бұларға бұл кезеңдерде әйел адамдарға бір-бірін сырласу, адал бір сенімді достар болса жеткілікті. Жасұлан мырза, өзіңізбен бірге осыған байланысты тест алып келіпсіз. Ол тестті бастамас бұрын мен сізге бір сұрақты қойып кетейін, соған қысқадан нұсқа түрде жауап беруге тырысыңыз. Осы достықтан басталып құрылған отбасы мықты бола ма, әлде отбасы құрылып кейіннен ерлі зайыптылардың арасы махаббат сезімдері өшіп достыққа ұласып кеткені қайсысы мықтырақ? Енді ең алдымен жаңа айтылып өткендей, алдымен өздерін бірге жаңағындай ортақ
құштарлықтары, ортақ бір құндылықтары, ортақ көзқарастары бірге болса, әрине достықтан басталған, айтып отырық қой, достық бір бастапқы кезең. Иә, жаңа алып қашу деп соны айтып жатсыз, одан кейін. Әрине ол да болуы мүмкін, егер де өмірлік қажеттіліктеріне өздерін бір-бірін толықтырса. Дәл осы сұрақты біз қала тұрғындарына қойып көрдік, жауаптарын алдық, тыңдап алайық та, одан кейін жаңағы тест, Аня айтқан тесті, осы жерде жасап көрейік. Достық болады басында, махаббат достықтан басталады. Достық болады, иә. Сенем, өйткені өзімнің балалық шақтан бері бірге өскен дос қызым бар. Как по правилам всегда, мужчина и женщина, у одного из них по-любому всегда есть симпатия к другой или к другому. Достық адам мен жануардың арасында да болып жатады ғой. Ұлдар мен қыздардың достығы негізі шынайы болатын сияқты. Иә. Неге десең, өйткені өзім колледжде талай нелерім бар, достарым бар, қыз достарым. Но я думаю, да, потому что мужчина и женщина могут быть интересны друг другу там с интеллектуальной точки зрения, с какой-то духовной точки зрения. Қазіргі жастардың көбісін сезімге айналып кетіп жатады. Дос болмайды. Бірге жүрген достарымыздан көруімізге болады ғой. Бар енді кейбіреулер айтады ғой, біреуі құпия сүйеді деп айтады. Білмеймін, бірақ дос болып жүрген құрбыларым да бар. Қыз жігіт болып. Конечно, существует. Если люди имеют морально общие интересы, то, конечно, может быть дружба между мужчиной и женщиной. Мінекей қала тұрғындарында ой екіге бөлінді. Біреулері достық бар дейді, біреулер жоқ, олар кейіннен махаббатқа ұласып кетеді дейді. Сіз не дейсіз? Енді бұл жерде достықты біз жалпы әр адам өз пікірінше әртүрлі түсінеді. Бұл жерден достық деген бұл адал бір қасиет, бір-біріне деген сенімдік, бір жауапкершіліктің, қамқорлықтың, бір жәрдемдесудің бір белгісі. Сондықтан біз бұны мысалы қала тұрғындары жаңа айтып жатқандай, бізде достыққа кім қалай өзі көзқарастары қандай. Сондықтан еркек пен әйелдің арасында жаңа өзгешеліктерге, табиғи ерекшеліктерге байланысты достықты әркім әртүрлі қабылдап жатады. Сондықтан бұл жерде енді достықтың ары қарай қалай жақын адамдармен қалай тіл табысуы, достық және махаббат тілі болады. Өзі Гарри Чепманның бір 5 махаббат, достық жаңа тілі. Өздеріңіздің енді мен сіздерге өздеріңізге бір тест жасап өтсем, бұл жерде тұру міндетті емес, жалпы көрермендерге және сіздерге өздеріңіз енді ең алдымен өздеріңіз жақын тіл табысқыларыңыз келетін жақын адамдарыңызды елестетіңіздер. Одан кейін сіздер енді бұл ата-аналы болуы мүмкін, жақын жаңағындай өздеріңіздің бір достарыңыз да болуы мүмкін, немесе жолдасыңыз да болуы мүмкін, соны қалай тілін табуға болады. Енді біріншіден, мен сіздерге айтайын, бірінші тіл бұл алғыс айту, бағалау тілі. Әрине келісетін шығарсыздар, мысалы жақсы үйде ас әзірлеп, одан кейін тұрып бір жақсы соның алғысын айтып, бір көңілін жаңағындай бөліп, бағалап жатса, қандай керемет, шабыттанып, ынталанып, ары қарай істегің келеді. Одан кейін, мысалы, ер адамдар сыйлық алып келіп жатқан кезде, соны бағалап, кейбір кезде бір үйреншік сияқты қабылдамай, соны бір бағалап жатса, бірден бір нұр үстіне нұр болады. Келесі жолы да бір алып келгісі кеп, соны бір ынталанып тұрады. Екінші тіліміз бұл жерде сыйлық тілі. Сыйлық тілі енді бұрыннан келе жатқан бір-бірімізді жақын ниетімізді білдіретін, көңіл аударып, соны арнайы таңдағандықтан сыйлықтың тілі өте керемет. Яғни сыйлық беріп тұру. Бір-бірімізге сыйлық беру енді үлкен бұл жерде астарында үлкен іс жатыр. Бұл жерде енді көңіл аударып бір-бірлеріңізге сыйлық мысалы да, сыйлықтың мысалы беруі да, алуы да мысалы этикасы бар. Жасал мырзан, айта кетіңізші, алғыс айту, бағалау деп жатырсыз ғой. Қаншалықты жиі айту керек? Бұны енді сіздердің шын ниеттеріңізбен мысалы тек қана біз көбінесе бір кемшіліктерін айтып жатамыз да, ал шынымен бір жақсы ұнайтын нәрсемізді көбінесе бағаламай жатамыз. Сондықтан ары қарай бір жасауында мысалы үйде жасаған кезде мысалы соны бағалап жатамыз. Шын көңілмен айту керек қой. Егер сен автоматты түрде жаттанды сөздермен айтып жатсаң, оның шынайы емес екендігі білініп қалады. Бірақ адамның өздерінің жаңағындай психологиялық тұрдан ерекшеліктер бар, бір жай қалай айтса да қабылдай береді. Бірақ жалпы шын ниетпен, әйтеуір бір жақсы ниетпен айтылса, соған назар аударып тұрсақ үлкен болады. Келесі үшінші тілі бұл уақыт.
көңіл бөлу және уақыт деген бұл жерде уақыт бөлу. Көбінесе бір-бірімізге мысалы уақыт бөлгенін қажет етіп жатамыз. Осы жерде Жасұлан мырза осы жерде кішкене қосып кетейін. Мына уақыттың мөлшеріне байланысты. 5 минут болмаса бір күн. Бұл деген өте көп айырмашылық. Бұл жерде енді отбасылық болса, уақыт бөлу болса, арнайы мысалы уақыт күнді белгілеп, мысалы біз басқа кездесулерге барған кезде жоқ, мен жұмысым бар деп кетіп қаламыз ғой. Сол сияқты отбасылық уақытым деп бөліп қойса, соған назар аударып. Одан кейін мынандай нәрсе бар. Өте қойыңыз. Анияңғасына өте қойыңыз. Еркекпен мысалы жерге қойыңыз. Рахмет. Енді еркектер өздері жаңағы табиғаты бойынша аңшы болғандықтан олар жиі шығып кеткісі келіп тұрады. Өздері білмейді бірақ қай жақтан. Ал әйел адамдар не бір қажеттілік, бір ол тексергендіктен ғана емес, ол тұрып бір қастарында уақыт қажеттілік болғандықтан көңілді талап етеді ғой. Көңілді талап етіп тұрған хабарласып жатады. Сондықтан оны уақыт бөліп, мысалы ер адамды үйге кірген кезде 15-20 минут мазаламай қарсы алып, отбасыңызбен қарсы алып, тағамын әзірлеп бір жаңағындай күліп қарсы алсақ, ал әйел адамға одан кейін 15-20 минутты әйел адамға жалпы ешқандай жұмыс бабында емес, тек қана жай сұрақпен диалог ретінде осы жерде алдын ала келісіп алу керек пе? Бұл жерде енді жоқ, бұл жерде мен айтып отырмын, жаңа сіздер осы нелерді, жаңа тілдерді, мысалы француз тілі, бір нәрсені айтады ғой, бір тілде сөйлейді, бірақ түсінбеуіне мүмкін. Мысалы бір нәрсені айтса, жаңағындай французбен, мысалы қазақ түсінбеуіне мүмкін. Сол сияқты бұл жерде бір тілдің сөйлеуі. Сіздер енді қалай тесттің қазір біз жазып шығамыз, одан кейін белгілеп шығамыз. Уақыт мөлшері болса, келесісі бұл көмек. Егер де бір-бірімізге жаңа айтып отырып қой, ер адамның бір көмегі болса, бір қолғабысы, жаңағындай қолдауы болса деп жатамыз. Немесе ер адамға бір мына жұмысымды бір жағынан шыға бересің ба деген сияқты бір көмектер керек болып тұрады. Оны ескерсек. Енді келесі 5-ші түрі бұл жанасу. Енді келген кезде мысалы адамдар жаңа айтамыз ғой, прикосновение деп, соны қажеттілік етіп тұрады. Енді осыны кішкене түйіндейік уақыттығыз. Осы 5 түрін бірден 10-ға дейін шкаламен есептеп, жақын адамдарыңыздың өзі тілін табуға болады. Бірден сондықтан қайсысы үлкен ұпайға ие болады, соны сол тілде сөйлесеңіздер. Жасұлан мырза, бүгінгі бағдарламамыздың барлық сұрақтарымызға мінекей 5 тізіммен жауап бердіңіз. Үлкен рахмет сізге. Керемет, енді менің жаңағы шекара мәселесін сіз айтып өттіңіз ба? Біз негізі сол жайында айтқан болатынбыз. Тез арада. Еркек пен әйел адамның шекара болу. Нағыз достардың арасында. Қандай шекара болу керек дедіңіз? Енді бұл жерде шекара болғанда, бұл жерде адамдар өздері жаңа ары қарай бір шын ниетпен ары қарай бір қарым-қатынасты жалғастырғысы келсе, арнайы, әрине бір ортақ сөйлесу керек отырып, достықты бағалау керек. Бағалау керек. Бұл жерде енді бір достықтың өте үлкен бір қазіргі кезде бізге қазіргі кезде үлкен бір қажеттілігі бар. Бәрекелді, үлкен рахмет. Үлкен рахмет, уақыт бөліп келгеніңізге. Сізге алғысымыз шексіз. Егер де қандай да бір сұрақтарымыз болса, жеке хабарласамыз.